Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы бөлшектер, аралас сандар. Сен бүгінгі сабақта дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажыратуды үйренесің. Енді сабағымызды бастайық. Біздегі бірінші тапсырма бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. 6-дан 6 тең 1 екендігін біле тұра, 1 қосылған 5-тен 6 тең 1,5-тен 6 түрінде жазуға бола ма? Қалай ойлайсыздар? Балалар, жазуға бола ма екен? Қане жауабын тексерейік. 6-дан 6 қосылған 5-тен 6 тең 1 қосылған 5-тен 6 тең 1,5-тен 6. Әрине болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Суретті пайдаланып аралас сандарды жаз. Бірінші суретте 1 бүтін алма және жарты алма берілген. Жарты алма дегеніміз 2-ден 1 бөлігі. Демек, жауабы 1,2-ден 1 бөлігі болады екен. Осылай екінші және үшінші тапсырманы орындайық. Енді жауабын тексерейік. Бірінші сурет 1,2-ден 1 бөлігі болды. Ал екінші суретте 4 бүтін алма және 1 жарты алма берілген. Жарты алма дегеніміз 2-ден 1 бөлігі. Яғни жауабы 4,2-ден 1 бөлігі болады. Ал үшінші суретте 2 алма және 1 алманың 3 бөлігі берілген. 4 бөліктің 3 бөлігі алынған дегеніміз 4-тен 3 бөлігі. Сонда жауабы 2,4-тен 3 бөлігі болады екен. Енді келесі және соңғы тапсырмамызға көшейік. Бұл жақта есептер берілген, оны есептейміз. Есепті орындау барысында мына нәрсені есте сақта. Қосу және азайту кезінде бүтін бөлікті бүтін бөлікке қосады немесе азайтады. Ал бөлшекті бөлікке қосады немесе азайтады. Осыны естен шығармайық. Балалар, сендер есепті шығарып болды деген үміттемін. Шығарып болсаңдар, экранда берілген жауаптармен бірге өздерінің жауаптарында тексеріңдер. Осымен бүгінгі біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Бүгінгі бөлшектер және аралас сандар тақырыбы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Бізге келесі кездескенше сау болыңдар.